Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ерекше пирожкилар дайындайтын боламыз. Бұл пирожки сіздерге міндетті түрде ұнайды, үрпілдек, дәмі ерекше болып шығады, рецебі де ерекше. Ал ендеше бізге жылы су қажет болады. Үстіне дрожжімізді саламыз. Қанша керектігі жөнінде видеоның астына жаза кететін боламын. Қантымызды саламыз, тұзымызды саламыз. Неге тұз салып жатырмын мен қазір уақытта. Қантымызды салдық, сұйық май құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа аздап дрожжымыз реакцияға түскенше қойып қоямыз. Одан соң мінекей 15 минуттан кейін ашып, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, күшті болып шығады. Осылай 5-10 минутқа қойып алыңыздар и алып 5-10 минуттан соң пакетке салып, бетін жауып, пакетке салып, осылай одноразовый пакетке салып, бетін жауып, бұл пирожкидің главный фишкасы осыда. Ерекшелігі, сіз оны салқын суда көтерілгенше салқын суға салып қоятын болсыз, салқын суда көтеріледі, яғни бұл пирожки 20 минуттың ішінде көтеріледі, тез көтеріледі. Неге қараңыздар, осындай пышный болып уже көтеріп шықты. Салқындығы даже лед салсаңыз да болады. Қаншалықты салқын десеңіздер. Пирожкидің салмасын дайындайтын боламыз. Картопты осылай суға пісіріп алып, жақсылап блендердің көмегімен немесе қолыңыздың көмегімен езіп, ішіне сүтімізді құйып, дәміне қарай тұзын салып, бұрыш салсаңыз болады. Осылай барлығын араластырып шығамыз. Сонымен біздің салмамыз дайын. Енді тестісіне кірісейік. Тестісін қамырын осылай алып жайып шығыңыздар. Қалауыңызша жайып, қалауыңызша пирожкилердің формаларын жасап, оқтаудың көмегімен илеп шығамыз. Мен осылай жасап жатырмын, видеода көріп тұрғаныңыздай. Дәмі өте ерекше пирожки шығады. Андай болады ғой, кішкентай кезінде, бала кезінде естен кетпес пирожкилердің дәмі тура сондай дәм пирожки шығатын болады. Мінекей барлығын жасап алдым мен ең әуелі. Одан соң қызып тұрған майға пирожкилерімді бір-бірлеп салып, екі жағы қызарғанша жақсылап пісіріп алдым. Өте тестісі тез көтеріледі, дәмі де ерекше болады. Жұмсақ тесті дайындалатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген жандар тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Одан да басқа лайк басып, комментарий жасауды ұмытпаңыздар.